Өкашаның пайғамбар мөрін сүйуі. Пайғамбар жиналған серіктерімен қоштасып жатып, қарыздың да парызы бар. Бұ дүниенің қарызы, о дүниенің арызы. Ақыретке үстімнен ешқайсың арыз айтып келмес үшін, пәнидегі қарыздарымды қайтарайын. Кімнің менде қандай алашағы бар, келіп сұрасын деді. Олар бір ауыздан, уа Алланың расулы, сізде ешқандай ақымыз жоқ. Керісінше біз сізге қарыздармыз деп жамырай шуласты. Сонда Өкаша есімді серігі алға шығып, расулым, есіңізде болса Тәбүк шайқасында екеуміз үзеңгі қағыстырып қатар кеп қалдық. Сіз қапылыста атыңызды қамшылаймын деп, байқаусызда мені жон арқамнан осып жібердіңіз. Әрине, сіздің қамшыңыз маған балдай жағады. Бірақ оның ақысын сұрамайын десем, ақыретке сіздің мойныңызға қарыз болып кетеме деп қорқамын деді. Сол кезде пайғамбар, я Өкаша, мен саған шүбәсіз сенем. Қамшым тисе тиген шығар, есімде қалмапты. Ақыңды дәл қазір қайтар, қарсы емеспін. Сен Біләл барда үйден тезірек қамшымды алып кел деді. Біләл пайғамбардың үйіне келіп, Бәтимаға мүбәрәк қамшысын сұратып жатыр деді. Сол кезде Бәтима, қамшы әкеме не үшін керек болды деді. Біләл болған жайды жеткізді. Бәтима жылап жіберіп, әкемнің нұрлы тәніне ащы қамшы тимесін. Асан мен Үсен құлыншақтарым, аталарыңның жолында құрбан болыңдар. Өкашаға айтыңдар, ақысын әкемнен емес сендерден алсын. Жон арқаларыңды өздерің барып тосыңдар, деді. Біләл Асан мен Үсенді ертіп келіп, Өкашаға Бәтиманың сөзін жеткізді. Сол кезде Өкаша, мен мұсылманмын. Пайғамбардың өзі біреу үшін біреу жауап бермейді. Ақыретте әркім өзіне жауап береді деп үйреткен жоқ па? Сондықтан ақымды тек Расулдан аламын, деді. Ел жаға шалмай отырып қалды. Сол кезде Әубәкір келіп, я Өкаша досым, пайғамбардың тәніне таяқ тисе менің жүрегіме қанжар қадалады. Пайғамбарды да бізді де үйтіп қинама. Одан да ақысына маған 100 дүре соқ. Тіпті қамшымен ұрып өлтірсең де ризамын деп жалынды. Өкаша басын шайқады. Сонда Омар тұрып, әй Өкаша, қорық Құдайдан, қайтырайыңнан. Пайғамбардың орнына мені құрбан ет. Бір қамшының өтеуіне 200 қамшы ұр дейді. Өкаша келіспеді. Енді Оспан ортаға шығып, уа Өкаша, пайғамбарда ала алмай жүрген өшің, көңілде кеткен кегің болса, менен келіп ал. Қамшымен қолыңның қары талғанша сабасаң да, қыңқ демеске уәде беремін. Ертең естіген ел, мұсылмандар пайғамбарына қол көтеріпті деп өсек қылады. Қане, саба мені деп, көйлегін шешіп жон арқасын тоса берді. Өкаша қозғалмады. Бір кезде ортаға Әли атып шығып, жан бабамның қандай жазығы бар еді? Ойлағаны тек үмбеттің қам ет. Сені құл болып жүрген жеріңнен сатып алып, серіктерінің сапына қосқандағы көрсеткен құрметің осы ма? Неліктен осыншама қаты кезедің? Саған тиген бір қамшының орнына маған 5000 дүре соқ. Өзіңе екі дүниеде де разы болмайын, деді, көзінен жасы бұршақтап. Сонда пайғамбар тұрып, уа бауырлар, сендердің пәк пейілдеріңе жүрегім шат болды. Бірақ бұл жаза сендердің емес, менің еншіме тиесілі. Дүние ісі ақыретке кетпейді. Егер сендерді сабатып қойып, қарап тұрсам, онда менің әділдігім қайсы? Ертең дұшпандар бұлардың пайғамбары жалған, өзінің қарызын бөтеннің мойнына жүктейді деп өсек қылады. Артымыздан сөз ереді, сабыр етіңдер, деді. Сөйтті де жейдесін көтеріп арқасын тосып тұра қалды. Жер мен көк, ғаршы мен күрсі, лаухы мен қалам, 8 жанат сол заматта үрейден шайқатылып, барлық періштелер қалшылдап кетті. Мүбәрәктің жауырынында Алланың салған мөрі бар еді. Ол мөрде «Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла» деген өрнекті жазу бар. Өкаша сол мөрге көзін сүртті де сүйіп алды. Сосын еңкілдеп жылады. Пайғамбардың аяғын құшып жата кетті де, я Расул, артық кетсем күнәмді кешіңіз. Жаныңызға қайғы салдым, жүрегіңізді өртедім. Қасыңызда қанша жылдан бері ту бегі болып жүруші едім. Бірақ көкірегімде бір өшпейтін тілегім болды. Арманым арқаңыздағы мөрді бір сүйіп қалу еді. Аллаға шүкір, бүгін ол тілегіме де жеттім, деді. Пайғамбар Өкашаның батылдығына риза болып, оның маңдайынан сүйіп, Өкаша басыңа қонған бағың құтты болсын. Құдай қаласа таңда мақшар күнінде үлкен сәулетпен пейішке кірушілердің сабын бастайсың. Сенің өсіп өнген әулетің маған тегіс үмбет болады. Сен ұлық Алланың арқама салған мөрін өпкен жалғыз адамсың. Кім-де-кім ұжмақтың жүзін көремін десе, Өкашаның жүзіне қарасын, деді. Сахабалар да Өкашаның ниетіне риза болып, оның жүзіне зер салды. Құшақтап, бауырына қысты.